Мына Құдай қаласа міне қазір Сәкен ағамыздан 600 мың теңге санап алдық. Баршаңызға істеріңізге береке берсін. Бисмилля, ассаламу алейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бегіміз Түркістан каналының көрермендері, құрметті тіркелушілер. Осы кәсіпті бізді сіздерге насихаттап келе жатқанымызға, көрсетіп келе жатқанымызға 10 айдан асыпты. Сол бізден келіп сылаушыны алып, осы кәсіпті өздеріне қосымша кәсіп қылып бастаған бауырларымыздың, шәкірттеріміздің видеосымен сіздермен бөліспекшіміз. Нәтижесімен өзі темір жолда жұмыс істейтін Серік деген ағамыз бар. Біздің шәкіртіміз болып келеді. Сол ағамыз бізден сылаушыны алған. Міне Алланың қалауымен сылаушыны бағып, өсіріп, басқа адамдарға үйретіп, бұны не үшін бағамыз. Сол жайлы бізге қуанып қазір видео түсіріп жіберіп жатыр. 4 квадрат сатқан екен. Алла тағала берекесін берсін. Кімде кім қызықса, хабарласыңыздар. Кез келген қалаға жеткіземіз. Тапсырыс беріңіздер. Қалай бағу керек, қалай өңдеу керек, ол көңді. Соны толық үйрететін боламыз. Баршаңызға рахмет. Ассаламу алейкум, серіктестер. Мынау бүгін октябрьдің, бүгін нешесі? Октябрьдің 29-ы бүгін, иә, Құдай қаласа. Мына жерде Сәкен ағамыз Шымкент қаласынан келіп отыр. 4 квадрат шлаушанға. Қазір мына қаптап болдық. 4 квадрат Сәкен ағаның жас бизнес баласы. Мына бүгін шлаушан 4 квадрат алып отыр. Мына жігіт, мына Сәкен ағамыз бүгін осы кісі Шымкент қаласынан келіп отыр. Мынау Сәкен аға, бұл енді шлаушанды қалай естіп, қалай не қылдыңыз? Қай жақтан естіп, мысалға бизнеске қылып бастайын деп жатсыз ба, или жәндегі неге бастайын деп жатсыз ба, жәндегі таза өнім жеуге бастайын деп жатсыз ба? Менің ойым енді, ассалаумағалейкум көпшілік. Менің ойым енді бұл еститін шлаушандардың несін, көңілін қалай не болды. Сол ерік жаңадан бастап не баққан енді. Ұмтылып құлағазы. Бастап ниет қылып аватымыз құлағазы. Құдай қаласа. Серік бауырмен алып құлағазы. Серік бауырмен рахмет. Көмектесіп маған не қылды. Жол жобасы көрсетіп не қылды. Осында бір кәсіп қылып істесем деп отырмыз, Құдай қаласа. Сіздердің де біздің де жұмысымыз Құдай қаласа бола берсін әті. Амин. Шаңымыздың несібесін таба берейік, Құдай қаласа. Жақсылыққа ғой бәрі. Дұрыс айтасыз. Әрі ермек. Баяғы жас кез біз ауылдық кезектің арасында өскеннен кейін бұл жұмысты мен өзім үшін айтқанда қалап тұрмын шетінен. Адам қалада не ала бермей, арасында осындай жұмыста істеген жақсы ғой деп өзім соны ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Ал Сәкен аға, мынау ісіңізге Алла береке берсін. Құдай қаласа жемісін жей беріңіз. Өзіміздің көңілін Құдай қаласа таза өнім жеп, ісіңізге береке берсін Алла. Рахмет. Рахмет. Ассаламу алейкум, серіктестер. Мынау қазір 20 қап артылып болды Шымкент қаласына Сәкен ағамызға. Ал Сәкен аға, Алла ісіңізге береке берсін. Құдай қаласа жемісін жей беріңіз. Құдай қаласа осы кәсіппен бастап бала шағаңызды асырап, жемісін көре беріңіз. Құдай қаласа міне қазір Сәкен ағамыздан 600 мың теңге санап алдық. Баршаңызға істеріңізге береке берсін.